Сәлем достар, өз балаңызға диагноз қою, массаж жасауды үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Мен бүгін сіздерге балаларда кездесетін криворжия, яғни қисық мойындылық туралы түсіндіретін боламын. Жалпы қисық мойындылық ол туа пайда болған және жүре пайда болған болып екіге бөлінеді. Туа пайда болған ол анасының құрсағында жатқан кезде баланың мойын бұлшық етінің дұрыс дамымауы немесе зақым келуі салдарынан пайда болады. Туа пайда болған қисық мойындылық баланың 2-3 аптасында байқала бастайды. Бұл кезде комплексі ем қолданылады. Массаж, электрофорез, ЛФК, сондай-ақ ауырлық дәрежесіне қарай операцияда жасалынуы мүмкін. Оның өзі сіңірлік, бұлшықеттік болып бірнеше түрлерге бөлінеді. Жүре пайда болған қисық мойындылық ол баланы үнемі бір жақты емізу, бір жақты ұстау, беске дұрыс бөлмеу тәрізді себептерден пайда болады. Бұл кезде де туа пайда болған қисық мойындылық тәрізді ЛФК массаж қолданылады. Сондай-ақ баланың мойнына валик байланады. Жалпы қисық мойындылық дегеніміз ол мойын бұлшық етінің бір жақты қысқаруы. Мойын мен төс сүйегін жалғайтын бұлшық ет қысқарып, бала басын оңға немесе солға қисайтып ұстайды. Сол жақты қисық мойындылық болса басын оңға, оң жақты қисық мойындылық болатын болса, басын солға қарай иегімен қоса толықтай қисайтып ұстайды. Бет формасы да өзгереді. Алдынан қарағанда балада қисық мойындылық анық байқалып тұрады. Көбінде осы қисық мойындылықты привычный наклонмен шатастырады. Привычный наклон ол баланың бұлшық еттерінің әлсіздігінен пайда болады. Көбінде дистониясы бар балаларда кездеседі. Бала басын сәл солға, егер сол жақтық наклон болса, оң жақтық наклон болса, оңға қаратып ұстайды. Бұл кезде де баланың басын жөндеу үшін массаж ЛФК қажет етіледі.